Бүгін сіңлім үйге келген болатын. Осы біздің қалаға универге түспекші. Алдымен екеуміз тамақтанып алдық. Тамаққа заказ беріп, тамақ келгенше жемісті шайымызды ішіп алдық. Бір-бірімізді көрмегелі біраз уақыт болған еді. Тамағымыз келді, бізге ас болсын. Бәрібір өзіңнің бауырың бөлек болады ғой. Ішіңдегі бәрін айтып, кәдімгідей күліп, әбден ойнап алдық. Негізінде екеуміз универге шыққан адам едік. Универге барып, документтердің барлығын тапсырдық. Алла қаласа үнемі менің сіңлімді қасымда көретін боласыздар. Қайтар жолда Магнумға кіріп, үйге керек заттарды алып, сонымен үйге қайттық. Осы бар ғой, мен мүлдем таксиге отырмаймын. Үнемі осылай көпшілікпен бірге жүремін. Үйге келіп, бала шағама шай тамағын беріп алдым. Күн деген қайнап тұр. Мен алдын үнемі үй жинағанымды салсам, көпшілік айтады, неге үй жинай бересің, басқа жұмысың жоқ па деп ше. Ал енді мүлдем салмай қойсам, барлығы салшы деп қоймайды. Енді не істейін, салайын ба, салмайын ба? Осылай шайымызды сақырлатып, қайнатып, шайымызды ішіп алдық. Бізге ас болсын. Ал кешкісін бала шағамның барлығын жинап, Құдаша қыз дейтін кино бар ғой, соны қалдырмай көреміз ғой. Қарбыз жеп отырып ол киноны да көріп алдық. Ал қыздар, бүгінгі күніміз осылай өтті.